несі. Все круто. И сонда мен ана нені техниканы істеймін ғой. Істеген кезде менің орыс тіліндегі және француз тілім бәрі айтады да, сен баяғыдан оқып жүрсің ба француз тілін, яғни акцентің жоқ қой тымда дейді. Мен де бірінші рет француз тілін үйреніп тұрғаннан кейін мен білген жоқпын, менде бар ма жоқ па екен да. И мен көп орыстармен сөйлескен кезде айтады, сен не орыс неде қалада тұрдың ба, қалай сен мұндай дәрежеге жеттің дейді да маған. Мен білмеймін, мен вообще атырауда бізде қазақ тілінде өте ғана сөйлейтінбіз таза. Бізде орыс тілі жоқ мүлдем. Орыс тілі апайымыз бізде шемішке жағып отыратын ғой. Сабақташы. Так, кеттік. Енді келесі ең маңызды тағы бір нәрсені айтқым келіп отыр, бұл TH әрпінің оқылуы. TH әрпі қалай оқылады, қыздар, айтыңыздаршы? Кім біледі TH әрпінің оқылуын? Ешкім білмейміз, не? З болып оқылады. З болып оқылады, да, Сәуле? Аха. Кім? Кәусар, Торғын? Қайсыңыз айттыңыздар? Я З болып оқылады. Мен Торғын. Торғын айтты, З деді. Кәусар, сенші қалай оқылады? С болып оқылады. Ана З мен С-ны қосылған кезде. Хорошо. З мен С-ның қосындысы немесе З. Әр кезде әртүрлі ғой. Хорошо, әр кезде әртүрлі. Үшеуіңіздің де жауабыңыз өкінішке орай дұрыс емес. Бұл З деп те оқылмайды, С деп те оқылмайды. Бұл оқылады В и Т. Сақау В, сақау Т дыбысын білдіреді. Яғни З деген дыбыс жоқ. З-ға бар зебра деген, да, Z әрпі. Оныкі бар. С-ға С-нікі бар, С бар, еще С бар. Екі әріп бар аш. Енді TH онымен қосарласып тұрмайды шығар. Жоқ. Бұл бізде оқылады, сақау З оқылады, және сақау С бұл. Енді қалай бұл дыбысты келтіреміз? Мектепте өкінішке орай көп мұғалімдер бұл дыбысты айта алмайды. Менің қанша мұғалімдерім бар, мектепке кірген айтады, мені бәрі мектепте жұмыс жасатқызбайды, мына жерде сен зәт деп айтуың керексің, зәт емес деп атынан қалмайды. Сіздерге де мұғалімдеріңіз сөйтуі мүмкін. Мән бермеңіздер, ешкіммен төбелеспейміз, ешкіммен қырылыспаймыз, ұрыспаймыз. Главное, сіздер ең бастысы сіздер білсеңіздер болды. Көп адамдар байқайсыздар ма, listening тыңдаған кезде түсінбейміз дейді. Сіздерде сондай бар ма? Listening тыңдаған кезде түсінбейсіңдер. Байқайсыздар ма? Иә. Не үшін? Потому что көп ағылшын тілінің почти 70-60% осы екі дыбыстан құралған ғой. Содан кейін біз не істейміз, түсінбейміз, потому что анда тұр The, а не Z. Анда тұр С, а не С. Тап қазір бірге, мына дыбысты бірге айтамыз. Екі тістің, мен әде жақындап тұрмын, екі тістің ортасына тілдің ұшын шығарамыз. И З әрпін айтамыз, бірақ та сақауланып. З. Д. Кәусар, Сәуле, дауыстарын шығарыңдар, мен естуім керекпін. З. З емес. З. З. Тілдің бәрі керек емес, керек емес, не? З. З. Мама деген сөз айтамыз. Мазы. 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 Қатты деп тұрып керек емес, мазы. Мазы. Келесі әке. Фазы. 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 Іні аға. Бразы. 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 И біздің ең атақты сөзіміз мына сөз. З. З. Молодцы, дұрыс. Көбі бұны зә деп айтады. Ән айтып. Жоқ. Бұл деген дыбыс білдіреді. З. Атылаңызшы? З. The computer. The computer. The computer.
көп айтып жатыр да, ана The computer. түсінбейді ғой дейді. Не айтып жатыр мына the computer деп? Не ол? Потому что олар the деп айтпайды. The деп айтады. The computer. Окей? Келесі сөз Okay. өте жиі қолданылатын that. That. What's that? What's that? И сейчас, да, нені тыңдадыңыз осы. Yeah. What's that? What's that? Ұрысып айтады ғой ше олар деген эмоция оларда ашық қой. Бізде қазақта ғой ят деп бізді басып тастаған. Оларда кәдімгі ашық эмоция. What's that? What's that? This. 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 Енді мынаның оқылуы. These. This. These. This. Мынау деген қысқа. This. 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 Бірге қайталап отырыңдар, мен бірге жарысып отырыңдар. This. Ұялмаңдар. This. These. These. This. Кеттік. Келесі. Mother. Да, біздің білдіретін. Mother. Mother. Brother. Brother. Father. Да? Brother. Бізде the болып оқылады. Не? А еще those деген қалып қойды ғой. Those. Алар деген. Those. Осы сөздер көбінесе сақал the қосылады. Енді сақал th-ға кеттік. Кеттік бірге айтамыз. Сақауланып сөйлемеші деп айтатын едік қой біз деген. Сақауланбашы деп, да? Вот міне сақауланатын уақыт келді бізге. Ағылшын тілінде сақауланамыз. Енді қараңыздар. Бұны біз күнде айтып жүрген, маған айтатын, апай сіз деген т айтып тұрсыз ба, д айтып тұрсыз ба деп маған талай адам айтқан, осы сөзді айтқанда ше. Бұл оқылады thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Бәрі айтады, сіз д айтып тұрсыз ба, т айтып тұрсыз, сосын не ол дейді, мен айтып қайдағы? Мен сақалсын айтып тұрмын. Thank you. Thank you. Немесе қысқартылған. Thanks. Да? Thanks. Thanks. Рахмет деген сөз, иә? Рахмет. Қазір тағы бір сөздер келтіремін. Think. Think. Болып бақыны. Think. К деген кесілу керек кәдімгі. Амында think. Think. Г кесілмейді. Think демейді. Think. Аң, шаң, тозаң, think. Thing. Thing деген қалай аударылады? Зат. Зат, нәрсе, да? А think қалай аударылады? Думать. Ойлау, да? Ойлау. Енді қараңыздар. Көбінесе I think деген сөзді өте жиі кездестіреміз ағылшын тілінде байқасаңыздар. Біз оны аударамыз, мен ойлаймын деп. Негізінде қазақ тілінде оның дұрыс аудармасы менің ойымша деп аударылады. Қазден түсініңіздер, потому что менің ойымша дегенде көп адамдар деген my деп та, менің это my ғой дейді да. My, сосын не дейді да, аударылмайды. Жоқ, I think аударылады менің ойымша. Сенің ойыңша қалай болады? You think. You think. Сақауды ұмытпаймыз. You think. You think. Біздің ойымша. We think. We think. Олардың ойынша. They think. They think. Yeah, they think. They think. They think. They think. Кеттік. Оның ойынша балаға айтып тұрмын. He think. Қараңыздар, менің ойымша ағылшынша болады I think. Сенің ойыңша? He thinks. You think. Сенің ойыңша қалай болады? You think. You think. Біздің ойымызша? We think. Олардың ойынша? They think. Оның ойынша болады he thinks. He thinks. Оның ойынша, мысалы, Кәусардың ойынша. She thinks. И бұның ойынша, яғни какой-то программаның ойынша деп айтатын болсақ. It thinks. It thinks.
Да, с жалғауын жалғаймыз, білеміз ғой. Бірақ түйір Иә. жалғау да осы қарасқа с-ті бәрі ұмытып кетеді ғой. Мен айтамын, қазақ тілінде 4-5 жалғау жаттап жатқан жоқсың, бірақ с қой, бірақ с бір түйір с. Еще ол деген неше түрлі несі бар ғой, рахат қой, бүкіл жерге с қоя бересің, неше түрлі мағынаны білдіре береді. Да, рахат емес па? С жалғадық, бітті. Енді кеттік, мына с-ға кете берейік ары қарай. Келесі мына сөз, который мектепте өте қатты оқиды. Мама, жаман осыны дұрыстаумен қиналамын ғой. Қалай оқылады мына сөз? Three. Three. Three, яғни орысшаңа сіздер дұрыс түсінгеннен кейін бар, дұрыс оқып тұрсыздар, да? А оның алдында қалай оқып жүрдіңдер? Toy. А ой, прям смен оқыдық. Three дейсіңдер, Вопрос. немесе көбі қазір бізде free деп оқиды. Мен талай кішкентай бала келетін, free, 1, 2, free. Талай айтқан маған. Сақал с, three деп айтамыз бұл нені. Three. Three. Окей. Three. Келесі сөз, мына сөз, там. 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 Б оқылмайды. Қайталаймыз мен Там. бірге. Там. Б оқылмайды. Бұл Там. не? Там деген? Бас бармақ. Бас бармақ, да? Үлкен саусақты. Егер де мен саған айтсам, thumb up десем, это молодец деген сияқты маған вот круто. Тамақ. Thumb up, да? Тамақ. Thumb up. И бір нәрсені көрсетіп жіберейін. Енді осы жерде мен сіздерге жаздым, да? Әдейі бұның қазір бәрін жіберемін сіздерге. Енді қараңыздаршы, қыздар. Мына жерде с мен з-ның екеуінің оқылуындағы мысалдарды келтірдім, я сіздерге. Не байқап тұрсыздар? Не байқап тұрсыздар? Окончание R. Жоқ, кейбіреуінде. Ол онсыз да не істейтін ғой. Мына жерде бір байқайтын нәрсе, қараңыздаршы, бағана айттық қой, th-ті the деп оқимыз, және де с деп оқимыз, да? Торғын, сен айттың ғой, да? Әртүрлі оқимыз деп айтты, да, еще? Әртүрлі деп оқуды не үшін айтты? Потому что қараңыздаршы, th-тен кейін қандай әріп тұр? Мына жерде a әріпі тұр, көріп тұрсыздар ма? A. Мына жерде қараңыздар, th-тен кейін не әріп тұр? A тұр. A. Яғни th какой-то бір, мысалы мен айтамын, th-тен кейін a әрпі келсе, онда біз оны the деп оқимыз деп айта алмаймыз. Ондай заң жоқ. Енді сұрақты, мен қайдан білем? Онда мен жаңа сөзді кездестірдім. Мен қайдан білем оның қай жерде the, қай жерде с болып оқылатынын қайдан білем деген сұрақ туындайды. Солай ма? Онда reverse context деген переводчик бар. Яндекс Translate және де reverse context екі переводчик бар. Осы екі переводчик ең дұрыс аударатыны және де ең андай разнообразие, өте ағылшын тілін үйренетін адамдарға өте керемет көмектесетін екі переводчик. Өз басым reverse контекстті қолданамын, потому что оның ішінде мысалдарымен береді, да? Яғни мен бір сөзді көрдім, оның мағынасын мен түсінбесем, астындағы мысалға қараймын. Немесе ол сөзді мен қалай қолданарымды білмесем, яғни білесіздер ғой, да, кейбір сөздің кейін on тұрады, кейбір сөзден кейін to тұрады деген сияқты, да? Яғни неге заңға бағынбайды. Мен сол кезде қалай білемін? Мен просто reverse контекстке кіремін. Соның ішіне кіремін де қараймын. Бұл сөз қалай пайдаланады? Қай жерде қалай тұру керек? Да? Нені қалай пайдаланамын деген сияқты. Сол сұрақтардың бәріне осы reverse контекст, мына жерде несін ссылкасын жібердім. Сол маған жауап береді, да, соның ішіне. Reverse контексттің жанында ненің аудионың, микрофонның сурет, микрофон емес, звуктың суреті тұрады. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мысалы, бір сөзді қарайын. Think деген сөзді қарайын. Think деген сөздің қасында міне көріп тұрсыздар ма? Менің звуктың, менің сурет тұр. Қазір наушник қосылып тұр. Осындай кезде реклама қосылып тұр.
Think. Көрдіңіздер ма? Think. Think. Яғни мен не істедім? Сәуле ештеңені жазба. Яғни мен не істедім? Произношениені қарап алдым. Рахат. Любой қандай сөзді көрдіңіз? Мысалы, comprehension, hesitate деген бір жаңа сөзді көріп қалдыңыз. Mature деген сөзді мысалы да. Ал оны қалай оқылатынын білмейсіз. Просто reverse контекстің ішіне саласыз, тыңдайсыз. Тыңдайсыз да тіліңізді үйретесіз. 4-5 рет бірінші қайталап алыңыз. Ана тіліңіз еті үйренсін да ана жаңа сөзге. Mature, confident, comprehensive деп та. Кәдімгі анаумен бірге копия жасайсыз ғой, копировать етесіз өзіңіздің тіліңізге. Сол кезде сіздің произношениеңіз мұндай болады. Мен любой жаңа сөзді кейістірем, reverse контекст, мен уже қанша жыл болды, я не помню, қолданып жүргеніме, но кәсіде осыдан қараймын. Мен қанша керемет advanced деңгеймін, proficiency деңгеймін десем де, ағылшын тілінде қаншама сөздер көп, которые біз әлі білмейміз. Мысалы, элементарно iron деген сөзді, үтік деген сөз. Мен как всегда iron деп, р-ны iron деп оқып жүрдім. Бір күні не білетін сөзім ғой, элементарно сөзді ғой деп сөйтіп андай немқұрайлы қарап жүргенмін ғой. Бір күні произношениесін тыңдайыншы осыны деп қарасам, iron емес, iron деп оқылады. Р вообще оқылмайды екен оказывается. Вот на те новостер. Көрдіңіздер ма? Любой жаңа сөз көрдік, reverse контекстке саламыз, и сол бойда произношение, сол бойда тілдің етіне үйретіп аламыз. Түсінікті ма, қыздар? Сол кезде сіздерде уже произношениемен проблема болмайды. Мынаны мен группаға жіберемін. Үйде асықпай отырып жазып аласыздар. Кеттік ары қарай. Енді тағы бір произношениенің, айттым ғой, бүгін чисто произношениемен отырамыз деп, тағы бір произношениенің, яғни тілді күрмеленбей, яғни ойланған кезде жаңылтпаш сияқты сөйлемейді, тіл күрмеленбей, еркін тілде лөп деп шығып өту керек та. Қазақ тілінде мен қалай зуылдырап сөйлеп жатырмын, ағылшын тілінде зуылдырап сөйлеудің тағы бір несі, техникасы, бұл reading aloud, дауыстап оқу. Бір мәтінді көрдіңіз бе, отырып алып іштен оқымаңыз. Іштен оқығаннан ешқандай да пайда жоқ, бірден айтайын. Ешқандай да пайда жоқ. Бір мәтінді, кішкентай ақ мәтінді көрдіңіз бе, міндетті түрде бұны не істейміз? Бір дауыстап, бір емес, 4-5 рет дауыстап оқып, тіліңізді жаттықтырғаныңыз ең күшті техника. Орыс тілін үйреніңіз, ағылшын тілін үйреніңіз, француз тілін үйреніңіз, араб тілін үйреніңіз. Осы техника бүкіл тілді үйренуде таптырмас нәрсе. Қазір былай істейміз. Енді сіздер сөйлейтін боласыздар. Мен, альхамдулилля, жақсы сіздерге бердім. Енді сіздердің практикаларыңыз. Бәріңіз бір-бірден оқып шығамыз дауыстап. Бірінші Торғын, сосын Кәусар, сосын Сәуле. Бәріміз тыңдаймыз. Мен қазір Торғын оққан кезде мен дұрыстайтын болам произношениесін. Кәусар, Сәуле соны дұрыстап тыңдап, өздеріңізге түртіп алыңыздар. Сіздер оққан кезде сол қателік сіздерде болмау керек. Түсінікті ғой, иә? Торғын, start. British people drink tea at 5. Honey, Katie from wait a minute. 4 foreigners who live in Britain Stop. talk about the things. Стоп. Г мен Н. Да, мен бағана Н мен Г туралы айттым да, бұл оқылады дедім да, қай жерде бар ма осы сөз? Тың деген сөз. Foreigners. Міне тұр ғой, міне. Н мен G әрпі екеуі былай келсе, біз оны Н, қазақ тіліне бұл оқимыз. Егер де наоборот, бірінші G әрпі келіп, сосын N әрпі келетін болса, міне Г, Н болып тұр да. Ондай кезде Г оқылмай қалады, просто Н-ның өзін оқимыз. Сонда мына сөз оқылады, repeat after me. Менен кейін үшеумізде қайталаймыз. Foreigners. Thank you, Сәуле. Кәусар, please. Торғын, start again. 4 foreigners who live in Britain talk about the things
People say about the British. Мгм. British people drink tea at 5. Katy from Hungary, it's true that British people drink a lot of tea and coffee, but they don't drink tea at a special time. I Мгм. work for a British company here, and my boss drinks tea all the time. Мгм. It rains a lot. Oldu. Nikolai Mhm. from Russia. It Nikolai. rains a lot. Мгм. Nikolai from Russia. It rains a lot, but it doesn't rain every day. Be careful because the weather changes quite quickly. Stop. I always Stop. Мгм. Repeat after me. The weather. the weather. The. Мына сөз оқылады. Weather. Кәусар, Сәуле. Weather. Weather. The. Weather. Be careful. Start, please. Be careful because the weather changes quickly. I always take an umbrella when I go out. Mhm. British people like animals. Norma from Mexico. I have a lot of friends here and they all have a dog or a cat. Mhm. One family that I know has 2 dogs and 5 cats. British people love animals. Mhm. Brilliant. Thank you very much. Next. Kausar, please. Kausar, are you here? Understand? Yeah. Please start. For foreigners. For foreigners who in Britain talk about the things people say about the British. British people drink tea at 5. Katie from it's true that British Yeah. people drink a lot of tea and coffee, but they don't drink tea at a special time. I work for a British company here and Company. drink tea all the time. Mhm. All the time. Company here and my boss drinks tea all the time. It rains. Так, Каусарда интернет нашар болып тұрған сияқты, иә, шығып кетті. Каусар is here. Каусар. Мгм. It rains a lot. Nikolai from Russia. It rains a lot, but it doesn't rain every day. Be careful because the weather changes Weather. quickly. Weather. I will Мгм. weather Z емес. Change- Сақал Z. weather Мгм. weather changes quickly. I always take an umbrella when I go out. British people like animals. Norma from Mexico. I have a lot of friends here. A dog or cat. One family that I know has 2 dogs and 5 cats. British people love animals. Brilliant. The food in Britain. Стоп. Мына нелерді белгілерді көрмейсіздер ма, жандарым ау? Әдейі белгілеп қойған болатын. Каусар, Торғын, екеуіңізге де произношениеңіз альхамдулилля молодцы, жақсы, тілдеріңіздің бейімі келіп тұр. Тек қана бір не бүгінгі тақырыпқа тұр. TH-ті V қылып айтуды үйде практика жасаймыз. Арнайы тапсырма беремін, және де өзімнің арнайы видеом бар, соны қараймыз да бірге қайталап отырып, неше түрлі сөздерді айтамын, яғында соны бірге қайталап отырып үйде практика жасаймыз. Жарай ма? TH-тің айтылуын. Кеттік, Сәуле. Please start. British people drink tea at 5. Katie from Hungary. It's true that British people drink a lot of tea and coffee, but they don't drink tea at a special time.
I work for a British company here and Company. my boss my boss drinks tea all the time. All the time. It rains a lot. Rains. Nicole from Russia. Mhm. It rains a lot, but it doesn't rain every day. Be careful because the Yes. water changes quickly. I always take an umbrella when I go out. British people like animals. Norma from Mexico. I have a lot of friends here, and they all have a dog or a cat. Own family that I know has I know. 2 dogs Know and емес 5 Жансу. cats. I know. I know. Қазір міне. British people love animals. Мгм. Love animals. Молодцы. Так, пока экранға шалмесе тұрайын. Так, енді бір абзацтан бәрін аударып жіберейік. Аудару бойынша да қазір кішкене бір нені бөлісіп жіберейін методикалармен. Так, please, мына қараны аударып керек емес. Бұл кішкене қиындау күрделі сөйлем. Торғын, please, can you translate this paragraph? British people. Foreigners, can you play? Ой. Британ адам, Британдық адамдар. ой. Британдық адамдар шайды сағат 5-те ішеді. Кати Хангариядан. Хангариядан. Hungary — это Венгрия. Венгрия? Окей. Венгриядан. Кати Венгриядан. Бұл шындық. Яғни британдықтар шайды көп ішеді. Бірақ олар шайды арнайы уақытта ішеді. Ішпейді. Don't drink деп тұр. Иә, арнайы уақытта ішпейді. Мен британдық компанияда жұмыс істедім, және бұнда менің бастығым шайды барлық уақытта ішеді. Үнемі ішеді деп айтамыз. Молодец, умница. Байқаған шығарсыңдар да, Сәуле Кәусар ағылшын тілінің сөйлемін қазақ тіліне аударғанда, сөйлемнің соңынан бастап артқа кетсеңіздер, мағынасы қазақ тілінің сөйлемі болады. Жарай ма? Сосын мына сөзді бірге қайталап жүріңіздерші мен бірге. Так, coffee. Coffee. Bir секунд. Все. Coffee. Coffee. Кішкене созылып айтады. Жарай ма? Сосын мына сөз Britain емес, Britain. Britain. Я? Емес, тын деп оқылады. Britain. Сосын мына сөзді қалай оқимыз? Мына сөзді. Don't. Торғын, қайсыңыз айтыңыздар? Don't деп. Мен Торғын. Торғын, я? Кәусар, Сәуле, мынаны don't деп оқымаймыз. Дұрыс оқылу болады. Don't. Оу, бұл естілу керек. Don't. Содан кейін мына сөз company емес, оқылады company. Company деп оқылады. Company. Окей? Company. Сосын мынау. L немесе all емес, all. All the time. All the time. Next, Kausar, please translate this second paragraph. Мұнда жаңбыр көп жауады. Николай Ресейден. Бұл жерде жаңбыр көп жауады, бірақ күнде емес. Careful деген қорқу еді? Be careful, абай бол, мұқият бол деген мағынаны білдіреді. Абай болу керек. Ауа райындағы өзгерістер.
Changes quickly. Quickly tez өзгереді дейді, иә? Мгм. Иә, абай болу керек, ауа райы өте тез өзгереді. Мгм. Сондықтан үнемі өзімен бірге қолшатыр алып жүру керек сыртқа шыққан кезде. Мен сыртқа шыққан кезде сөйлемнің соңынан артқа келеміз ғой. Мен сыртқа шыққан кезде қол шатырды үнемі алып жүремін дейді. Brilliant, Kausar. Thank you very much. It was really great job. Next, last one, please, Сәуле. Британдықтар жануарларды қатты жақсы көреді. Мексикадан келген Норма. Бұл жақта менің көптеген достарым бар. Олардың барлығында мысық және ит бар. Мен өзім білетін бір отбасында 2 ит пен 5 мысық бар. Британдықтардың барлығы жануарларды қатты жақсы көреді. Excellent. Excellent. I love your translation. Өте керемет аударасыздар ғой, машалла, молодцы. Өте керемет. Сіздерге elementary деңгейін негізі pre-intermediate-қа спокойно ауыса берсеңіздер болады. Потому что elementary деңгейін несі адамы бұны аудара алмайды да. Так что молодцы, өте керемет. Егер де курс оқып жатсаңыздар, pre-intermediate-тен бастаймын деп смело айта беріңіздер, okay? Now, guys, look at these 3 paragraphs. 1 minute. 1 минут мына неге 3 абзацқа қараңыздар, бір қайталап алыңыздар. Қазір экран жабамын. Time's up. Okay. I will ask you some questions according to this text. Осы текстке байланысты several questions, бірнеше сұрақтар қоямын, okay? First one, Тұрғын, where is Norma from? Норма? Норма деген қыз ба ол ма? I don't know. Here it doesn't say about that. Okay. Өзің айта She's бер. from I forgot. Okay. I think she's from Mexico. 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 Brilliant, yes, you're Mexico. right. Сәуле, do British people drink tea at a special time? Тұрғын, don't give any prompts. Сәуле, do British people drink tea at a special time? Басынан қайталаңыз, естімей жатыр. Do British people drink tea at a special time? Okay. Kausar, what about you? Do British people drink tea at a special time? Yes. What time? At 5 o'clock. Thank you very much. And Torun, your answer is? They don't drink tea special time. At a special time, yes. Kausar, Сәуле, British people don't drink tea at a special time. Yani arnay uақытта шешпейді. Okay, next, Kausar. Do all British families have adult animals? Do all British families have animals? Yes. One family have 5 cats and 2 dogs. Brilliant.
Так, келесі сабаққа тапсырма қыздар. Бізде уже уақыт бітейін деп жатыр. Жазып алыңыздар. Мен сіздерге кітапты жіберемін. Соның ішінен бір мәтінді айтамын. Пейдж тоже айтамын, иә. Соны үйде дауыстап оқисыздар. Иә. Өте оңай мәтін. Соны маған түсінік айтасыздар. Аудиомен түсінікті айтып жібересіздер. Содан кейін TH бойынша видеоны жіберемін. Сол видеоны тыңдап отырып, бірге қайталап TH-ті үйде жаттықтырып, тілдеріңіз келесі сабақта уже TH-ті спокойно «д» және «ц» айтуды үйрену керек. Окей? Окей. Содан кейін бағана мәтінді ручканы тісіміздің алдыңғы қатарына, алдыңғы несіне бөлігіне салып, 2 минут ана мәтінді оқып шығу керексіздер, дауыстап. Түсінікті ғой, иә, үйдің тапсырмасы? Do you have any questions to me? No. Brilliant. No. Окей, келесі ертеңгі сабақтың уақытын группада бірге ақылдасып шешетін боламыз, окей? Okay. Okay. Thank you very much. Have a good day. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. See you. See you tomorrow.